Сәлем достар, бүгін сіздерге көптеген инвесторлардың инвестициялауды бастаған кездегі жиі кездесетін қателіктерінің бірі туралы айтқым келіп отыр. Сонымен қатар, инвестициялаудан қалай максималды түрде пайда табуға болатындығын айтамын. Пайдалы ақпаратты жіберіп алмас үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Осы инвестициялауды бастаған кезде сіздерге неге бір немесе бірнеше танымал компаниялардың бағалы қағаздарын алу арқылы пайда көре бермеске деген ойлар кездескен шығар. Алайда, сіз инвестициялауды бастаған кезде инвестициялаудан не күтетініңізді анықтап алуыңыз керек. Және де сіз инвестициялай отырып, одан 100% пайда табамын және ешқандай тәуекелге ұшырамаймын деген ойды басыңыздан шығарғаныңыз жөн. Ол мүмкін емес нәрсе. Жалпы, Қазақстан нарығында тәуекелсіз инвестициялау шамамен 9-10%-ға жуық табыс әкеледі. Сол себепті де портфельді инвестициялауды қолға алғаныңыз жөн. Портфельді инвестициялауды қолдана отырып, сіз ең үздік тепе-теңдікке жете аласыз. Яғни, ең төменгі тәуекелге ұшырай отырып, максималды түрде табыс табасыз. Өз портфеліңізді құрған кезде әртүрлі активтерді қолданғаныңыз абзал. Мысалы, портфеліңізге облигацияларды да, акцияларды да сатып алыңыз. Облигациялар сіздің портфеліңіздегі капиталды максималды түрде сақтаса, ал акциялар жоғарғы табысты қамтамасыз етеді. Инвестициялық портфельді құрған кезде, сіз біріншіден қаражатыңыздың сақталуын қамтамасыз еткеніңіз жөн. Ал екіншіден, барынша табыс табуды көздегеніңіз дұрыс. Осы екеуінің арасында баланс болуы керек. Сіз бар болғаны 2-3 активке немесе тіпті 20 активке капиталыңызды құя отырып, өзіңіздің қалаған табысты таба алмауыңыз да мүмкін. Негізі, инвестициялық портфель дегеніміз, ол инвестордың, яғни сіздің мақсатыңызға сай табыс әкелетін активтердің жинағы. Жаңа айтып өткендей, тәуекелсіз инвестициялау болмайды. Енді инвестициялық портфельдің тәуекелдеріне тоқталайық. Кез келген активтің негізгі екі басты тәуекелі бар. Бағалы қағаздың тәуекелі және нарықтың тәуекелі. Бағалы қағаздың тәуекеліне бағалы қағазды шығарған компанияның банкрот болуын мысалға алуға болады. Компания банкрот болған жағдайда, оның шығарған бағалы қағаздарының құны нөлге дейін төмендеп кетуі мүмкін, және олар қор нарығындағы саудаланудан алынып тасталынады. Жаңағы айтқан тәуекелдің екіншісі ол нарық тәуекелі. Оған мысал ретінде кез келген дағдарысты алуға болады. Мысалы, 2008 жылғы дағдарыс кезінде нарық 50-70%-ға дейін құлдырап кеткен болатын. Бұл құлдырау әлемдегі бүкіл компанияларға әсер етті. Барлық компаниялардың акцияларының бағасы арзандап кеткен болатын. Әрине, бұл тәуекелдер кез келген инвесторға кездеседі. Алайда, сіз оның алдын ала аласыз. Бастысы, инвестициялық портфель құрған кезде осы тәуекелдерді ескеруіңіз қажет. Жалпы, бағалы қағаздық тәуекелдерді азайту үшін диверсификация қолданылады. Немесе оны қазақша әртараптандыру деп те атайды. Сонымен, диверсификация көмегімен бір емес әртүрлі активтерге, әртүрлі экономика секторларына және әртүрлі елдердің нарығына инвестициялаудың арқасында тәуекел төмендейді. Жалпы, сіздің портфеліңіз осы суреттегідей болғаны абзал. IT, қаржы, металлургия, фарма және тағы да басқа секторларға инвестициялау арқылы тәуекеліңізді төмендете аласыз. Ал нарықтық тәуекелді сіз портфеліңізге мемлекеттік, үлкен және тұрақты компаниялардың облигацияларын қоса отырып төмендете аласыз. Нарықта болып жатқан жағдай облигациядан түсетін табысқа әсер етпейді. Сол себепті де облигациялар капиталды сақтау үшін көп қолданылады. Негізі, инвестициялық портфельдің көбі екі қағида бойынша жинақталады. Портфельдің бірінші бөлігі
тұрақты табыс алуға мүмкіндік береді. Оларға облигациялар мен жоғарғы дивиденд төлейтін акциялар жатады. Портфельдің бұл бөлігі минималды табыс әкелгенімен, нарық құлаған кезде капиталыңызды толықтай сақтап қалуға көмектеседі. Портфельдің екінші бөлігінің тәуекелі біріншісіне қарағанда жоғары. Портфельдің бұл бөлігі капиталдың максималды түрде табыс әкелуін көздейді. Портфельдің бұл бөлігін көбінесе акциялар құрайды. Қорытындылай келе, сіз бірінші және екінші портфельдің арасында балансты құра алсаңыз, сіз тәуекелді төмендетіп, инвестициялаудан максималды пайда таба аласыз. Егер әлі инвестициялық портфеліңізді құрмаған болсаңыз, осы тәуекелдерді ескерулеріңізге кеңес беремін. Сіздерге видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Сау болыңыз.